Нағыз батыл іс-әрекет деп осыны айтуға болады. Әдеттегі күндеріндей жемтігін іздеп жүрген қасқыр тұзаққа түсіп қалады. Оған көмекке кім келгенін қараңызшы. Бұл оқиға орын алған аймақта қасқырлар жетерлік. Әрине, бұл олардың бәрін әдейі қырып тастау керек дегенді білдірмейді, бірақ дәл осы қасқырлардың көп болуы жоғары Мичигандағы бұғы популяциясының азаюының себепкері болды. Сондай мақсатта құрылған қақпандардың біріне үлкен қасқыр түсіп қалады. Алайда аңшылары қасқырды өлтірмейді. Бір түрлі болса да, дәл аңшының өзі қасқырды қақпаннан босатуға көмектеседі. Қасқырдың алыптығына қарай отырып, оны қақпаннан босату екінің бірінің қолынан келе бермейтінін түсінеміз. Бұл қолға үйретілмейтін жыртқыш жануар екенін есептемегенде, аңшының қасқырды босатып алу барысында тапқырлығында ерекше атап өтуімізге болады. Аңшының барлығын сабырлы түрде істегеніне қарасақ, бұл оның алғашқы жыртқыш аңды құтқарып алуы емес секілді. Қандай болса да, бұл тіршілік иесі, сондықтан да жыртқыш болса да, оған жаныңызы ашымауы мүмкін емес, көмекке мұқтаж болып тұрғанында. Дәл солай аңшының оған жаны ашып қақпаннан босатып жібереді. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар